болса, полиция майоры Кузнецова кезекті арнаулы атақты алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Жас қызметкерлерге полиция лейтенанты атақтары берілді. Ал кейбір қызметкерлерге олардың көрсеткен жоғары кәсібилігі мен қызметтік міндеттерін адал орындағаны үшін полиция майоры және полиция подполковнигі атақтары тапсырылды. Әр атақ өз кезегінде жаңа міндеттердің, жауапкершіліктің және кәсіби өсудің белгісі болып табылады. Данные звания получили сотрудники разных. Бұл атақтарды әртүрлі қызметтердің қызметкерлері алды. Атап айтқанда жедел жергілікті полиция қызметкерлері, сондай-ақ әкімшілік полиция қызметкерлері. Мұндай сынды іс-шараларды біз ай сайын атақтар берілгеннен кейін айдың соңында өткіземіз. Ал погондарды әр бірінші дүйсенбі сайын айдың басына табыстаймыз. Бұл салтанатты рәсім тек жаңа атақтардың берілуі ғана емес, сонымен қатар полиция қызметінің жоғарғы моральдық және кәсіби стандарттарына ұмтылу жолындағы маңызды қадам болып саналады. Әрбір жаңа атақ бұл жауапкершіліктің артуы мен жаңа міндеттердің мойындалуы. Айдын Қабдулдиновтың айтуынша, бұл күн әр қызметкер үшін олардың кәсіби өсуінің, ерлік пен адалдықтың символы болып қалмақ. Сегодняшние ваши звания – это... Бүгінгі сіздердің атақтарыңыз тек ерекшелік белгілері ғана емес, бұл сіздердің ерліктеріңіз бен абыройларыңыздың символы. Сондықтан барлығыңызды бүгінгі атақтарыңызды алу күнімен құттықтаймын. Әрі қарай жетістіктер мен қызметтік өсу тілеймін. Бұл күн тек жаңа атақтардың берілуімен ғана шектелмей, сонымен қатар әрбір қызметкерлердің болашақта тәртіп пен заңды сақтауда жаңа жетістіктерге жететініне деген үміт пен сенімнің артуымен есте қалды. Жангелді Жамалиев полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.